Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып білім алушылары. Математика сабағына қош келдіңіздер. 68-ші сабақ есептер шығару тақырыбы. Бүгінгі тақырып бойынша біз есептер шығаратын боламыз. Алдымен кешегі өткен тақырып бойынша есімізге түсіріп алайық. Есеп дегеніміз не еді? Есептің бөліктері қандай еді? Есімізге түсіріп көрейікші. Дұрыс айтасыңдар, есеп мынандай бөліктерден тұратын еді, Есептің шарты, бірінші, екінші сұрағы, үшінші шешуі, төртінші жауабы бар деп өткен болатынбыз. Ендеше оқулығымыздағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірлескен жұмыс. Есепті оқы, шартын, сұлбасын толтыру үшін қандай деректер қажет? Ұшу кезінде балалар ойын ойнады. Әлия 10 қаланың, Сырым 20 қаланың атауын айтты. Екеуі бірге неше қаланың атауын айтты? Есебімізде кімдер бар балалар? Дұрыс айтасыңдар, Әлия және Сырым бар. Және де осы есептің ішіндегі қандай сандық деректер бар? Қандай сандар кездеседі? 10 және 20 деген сан кездеседі. Ал мынау балалар біздің есебіміздің қысқаша шарты. Есепте Әлия бар және Сырым бар. Ал астындағы ол есептің сызбасы. Енді осы есептің қысқаша шартын сандық деректермен толтырып көрейік. Әлия 10 қаланың атын атады. Сырым 20 қаланың атын атады. Барлығы қанша қала болды? Есебіміздің сұрағы. Және де сызбаны да сандық деректермен толықтырайық. Көк түсті ол Әлияның атаған саны 10, қызыл түсті ол бізде Сырымның атаған қалалар саны. Есебіміздің шарты толық болғандықтан біз оның шешуі мен жауабын шығарып көрейік. Әлия 10 қаланың атын атады, Сырым 20 қаланың атын атады. Барлығы қанша қала болды? Дұрыс айтасыңдар. Барлығын табу үшін біз қосу амалын пайдаланамыз. Шешуі 10 қосу 20 тең 30. Жауабы сұраққа жауап береміз. Барлығы 30 қала. Балалар, сендердің оқулықтарыңда мынадай 20, 30, 40, 50 деген сандар бар. Осы сандарды пайдалана отырып, мына қысқаша шартқа сала отырып, басқа да есеп құрастырсаңдар болады. Мысалы, Әлия 40 қаланың атын атады, Сырым 50 қаланың атын атады. Барлығы қанша қала болды? Шешуі 40 қосу 50 тең 90. Барлығы 90 қала. Енді екінші тапсырма есептерді шығар. Өздік жұмыс. Есепке сәйкес сұлбаны таңда. Энциклопедияда 50 мемлекеттің туы берілген. Сырым 30 елдің туын есіне сақтап алды. Ол әлі неше елдің туын есіне сақтауы керек? Және де сен қандай мемлекеттердің туын білесің деген сұрақ бар екен. Енді балалар, осы есебіміздің астындағы мына екі сызбаға назар аударайықшы. Бұл екі сызбаның қайсысы біздің есепке сәйкес келеді деп ойлайсыңдар? Есебіміздегі сандық деректерге қарайық. Есебімізде қандай сандар бар? Әрине 50 мен 30. Сонда біздің есебімізге сәйкес келетін сызбамыз екіншісі екен. Енді бұның астындағы тағы да бір сұлба тұр. Бұл сұлбаның қайсысы осы есепке сәйкес келеді деп ойлайсыңдар? Сандық деректерге назар аударыңдар. Дұрыс айтасыңдар, бізге бірінші сұлбамыз сәйкес келеді. Енді осы есебімізді шартын құрып шығарып көрейік. Энциклопедияда 50 мемлекеттің туы берілген. Бұл бізде бірінші сөйлем шарты. Берілді 50 ту. Сырым 30 елдің туын есіне сақтап қалды. Бұл да бізде есептің шарты. Сақтады 30 туды. Ол әлі неше елдің туын есіне сақтау керек? Бұл есептің сұрағы. Сақтау керек белгісіз. Есептің шешуі мен жауабын шығаруымыз керек.
Берілді 50 ту, есіне сақтады 30 туды, әлі сақталмаған неше ту бар? Қандай амал пайдаланамыз? Әрине азайту амалы. 50 азайту 30 тең 20. Жауабы: сырым әлі сақтау керек, 20 туды. Енді балалар, сендерге сұрақ мынандай. Сен қандай мемлекеттердің туын білесің? Мына суретте берілген 4 тудың бірінші тұрғаны қай мемлекеттің туы? Әрине біздің еліміз Қазақстанның туы. Ал екінші туды білесің бе? Дұрыс айтасың, бұл Өзбекстанның туы. Үшінші ту ше? Дұрыс, бұл Ресейдің туы. Ал соңғы тұрған туды кім таниды? Дұрыс айтасыңдар, бұл Қырғызстанның туы. Бұдан да басқа туларды білетін болсақ, мұғалімімізге айтып берсек болады. Енді келесі тапсырма математика күнделікті өмірде оқулығымыздағы 3-ші тапсырма. Бортсеріктер жолаушыларға сусын ұсынды. Әр қайсысы неше литр сусыннан әкелді? Салыстыр. Мына суретте берілген 2 бортсеріктің алдындағы сусындарды қоса отырып санаймыз. Қанша литр шықты? Дұрыс айтасыңдар. Бірінші бортсеріктегі сусындарды санайықшы. 2 қосу 2, қосу 2, 1, 1, 1. Барлығын қосатын болсақ, 9 саны шығады. Екінші бортсеріктікін санап көрейік. 2 қосу 2, қосу 2, қосу 1. Бұл жақта да 9 шығады екен. Яғни 2 бортсеріктіңде сусындар саны тең екен. 9 тең 9. Келесі, сен зерттеушісінің тапсырмасына назар аударайық. 4-ші тапсырма бос торкөздер мен глобустардағы сандарды ата. 10 санына қай санды қоссақ 30 болады? Дұрыс, 20 саны. 30 санына қай санды қосқанда 60 шығады? Дұрыс, 30. 60 санына қай санды қосқанда 100 шығады? Дұрыс, 40. 100 санынан қай санды азайтсаң 10 болады? Дұрыс, 90. Енді астындағы өрнектерге назар аударайық. 10 азайтылған 3 тең 7. 7 қосу 2 тең 9. 9 азайту 3 тең 6. 6 азайту 3 тең 3. Жарайсың. Ендігі кезекте балалар, дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашып, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада сұлбаны есептің шарты бойынша толтыр. Есепті шығар. Бірінші есептің асына қарайық. Болды 60 билет, сатылды 20 билет, қалды қанша билет? Дұрыс айтасыңдар, 40 билет. Оны қалай таптық? 60 азайту 20. Жауабы 40 билет қалды. Және де осы есептің шартына байланысты біз сұлбаны да толтырайық. 20 және 60. Келесі тапсырмасына қарайық. Ересектер 70 билет алды, балалар 30 билет алды, барлығы қанша билет алды? Қалай табамыз? Барлығын табу үшін қосу амалын пайдаланамыз. 70 қосу 30 тең болады 100. Жауабы барлығы 100 билет. Сұлбамызды да сандық деректермен толықтырайық. 70 және 30. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Бос орындарға сандарды жаз. Бұл тапсырма өте жеңіл тапсырма. Сондықтан тапсырманы өзің орында және де тексер. 2 қосу 7 тең 9. 3 қосу 7 тең 10. 8 азайту 6 тең 2. 9 азайту 6 тең 3. 1 қосу 8 тең 9. 2 қосу 6 тең 8. Жарайсың. Тапсырмалардың барлығын дұрыс орындаған болсаң, өзіңді бағала.